Бақа ханша, орыс халық ертегісі. Ертеде бір патша өмір сүріпті. Оның 3 ұлы болыпты. Күндердің күнінде патша ұлдарын шақырып алып: балаларым, енді сендерге үйленетін уақыт келді. Әр қайсын садақпен бір жебе атыңдар. Қайда түссе, сол жерден болашақ жарын табасыңдар, дейді. Үлкен олы жебесін көкке қарай тартып қалады. Жебе бай саудагердің қызына түседі. Ортаншысы атқан жебе бір батырдың қызына барып түседі. Ал кенжесі Иванның жебесі шалшықты батпаққа бір түп қоға ішіне түсіп кетеді. Иван барып қараса, қоға ішінде бір үлкен жасыл бақа отыр. ой, неткен сорыма қарай түскен жебе бұл, деп күрсінеді Иван. Қапа болма, ханзада, дейді бақа. Мені үйіне алып бар. Тағдыр бұлай бұйырса, бір себебі бар. Иван амалсыздан бақаны алып үйіне оралады. Келесі күні патша тағы бір сынақ дайындайды. келіндер маған нан пісірсін, қайсысы шебер екенін көрейік, дейді. Иван мұнайып үйіне келіп: енді не істеймін бақа? Басқалардың келіндері қолы шебер, ал сен бақасың, дейді. Сабыр ет, Иван, уайымдама, дейді бақа. Ертең бәрі дайын болады. Таң ата Иван оянады. Дастархан үстінде жұмсақ, дәмді, безендірілген нан дайын тұр. Патша нанды жеп көріп: міне нағыз ханшаның қолынан шыққан ас, деп риза болады. Келесі күні патша тағы бір бұйрық береді. келіндер кілем тіксін, қайсысы өнерлі екенін көрейік. Иван тағы да мұнайып: мен не істеймін бақа? дейді. Уайымдама, Иван, ұйықта да арманыңды таза ұста, дейді бақа. Таңертең тұрса, алтын мен күміспен өрілген, гүлді самұрық бейнеленген керемет кілем дайын тұр екен. Патша кілемді көріп: мұндай кілемді тек дана ханша ғана тіге алады, деп таңырқайды. Келесі күні патша: ертең үлкен той. Барлық келіндер әдемі киініп, қонақтар алдында көрінсін, деп жар салады. Иван тағы да қамығып: сен қалайша тойға барасың бақа? Бәрі күледі ғой, дейді. Уайымдама, Иван, барлығы өз орнымен болады. Той басталып, үлкен залға меймандар жиналып отыр. Бір кезде есік ашылып, ішке сұлу, әдемі әйел кіріп келеді. Үстінде алтынмен зерленген көйлек, басында әсем тәж, жүзінде нұр. Ол Иванның бақа әйелі. Бұлкам, деп сыбырласады жұрт. Василиса бақа ханша жеңінен түрлі дәмді тағамдар шығарып, дастарханға қоя бастайды. Бәрі таңданып: неткен керемет келін бұл. Иван болса сұлығына таңырқап, өзінің бақа әйелін адам екен енді ғана түсінеді. Сол түні ол терең ойға батып: мына бақа терісі сиқыр шығар. Мен оны өрттеп жіберсем, әйелім енді мәңгі адам бейнесінде қалар, деп шешім қабылдайды. Солай бақа терісін отқа тастап, жағып жібереді. Сол сәтте Василиса пайда болып, көзінен жас алып:
Сен не істедің, Иван? Бұл сиқыр өз уақытында өздігінен жойлар еді. Енді бәрі бұзылды. Сосын бір сәтте аққуға айналып, көкке көтеріліп ұшып кетеді. Василиса, тоқта! Мен сені қайтаруым керек! Деп соңынан жүгіріп сапарға аттанады. Көп жүріп орман, тауларды кешіп, бір ескі, қорқынышты үйге келеді. Сол үйде зұлым Кощей тұрады екен. Иван байқап қараса, темір торда аққу отыр. Ол Василиса. Кощей күліп: «Бұл менің тұтқыным. Оны ешқашан құтқара алмайсың», дейді. Иван не істерін білмей, ормандағы жалмауыз кемпірге барады. Кемпір оған былай дейді: «Кощейдің жүрегі өз денесінде емес, ол бір сандықта. Сандық терең ағаштың ішінде. Ағаш алыс, батпақтың әр жағында. Сандықтың ішінде ине бар. Сол инені сындырсан, Кощей өледі». Иван барлық кедергіден өтіп, сандықты тауып, инені сындырады. Сол сәтте Кощей ғайып болады. Аққуға айналған Василиса қайта адам бейнесіне түсіп, Иванды құшақтап алады. «Сен мені құтқардың, Иван! Сенің батылдығы мен сабырың үшін рахмет!» Сөйтіп, Иван мен Василиса сарайға оралады. Патша оларды қуанышпен қарсы алады. Үлкен той жасап, ел болып тойлайды. Екеуі ұзақ, бақытты өмір сүріпті. Ал олардың махаббаты шыдам, сенім және шынайы жүректен туған екен.